достар, бүгін біз сіздермен атмосфералық қысымның әсері бойынша демонстрациялық тәжірибе жұмысын жасайтын боламыз. Бұл тәжірибеміздің мақсаты бізді қоршап тұрған ауа, және де сол ауаның массасы бар екен, және де сол ауа бізге және де барлық жердегі денелерге жерге қысым түсіретіндігі туралы дәлелдеу үшін бізге қажетті құрал жабдықтарға келейік. Бізге ең бірінші оттық керек, және де әйнек мөлдір шыны, және де бізге су құюға ыдыс, және де осындай майшам, және де бізге су керек болады. Тәжірибемізді бастайық. Ең бірінші біз ыдысымызға осылай майшамды орналастырып аламыз, және де оның үстіне суымызды құятын боламыз. Суымызды құйып болғаннан кейін оттығымызды алып, майшамымызды тұтатуға кірісеміз. Майшамымызды тұтатып алдық. Енді келесі кезекте мөлдір шыны ыдысымызды майшамның үстіне төңкеретін боламыз. Осы кезде сәлден уақыттан кейін біздің майшамыздағы отымыз азаяды, және де толығымен өшетін болады. Сол кезде бізде ыдысымыздың ішіне су кіреді. Бұл судың кіру себебі сыртқы қысымның әсерінен. Қорытындылай айта кететін болсақ, атмосфералық қысым бізді барлық бағытта қоршап тұрады, яғни барлық бағытта қысым түсіріп тұрады. Енді біз осы мөлдір шынымызды және біздің жанып тұрған шамымыздың үстіне қойған кезде бізде мөлдір шынымыздың ішінде ауа оттек болды. Ал бізде сол оттек біткенше шамымыз жанып тұрды. Оттегі біткеннен кейін бізде шамымыз өшті. Және де мөлдір шынның ішіндегі қысым бізде азайды. Қысым азайғаннан кейін бізде су оның ішіне кірді. Не себепті деп ойлайсыңдар? Себебі бізде сыртқы қысым көп болғандықтан ол қысымы аз ортаға солай күшпен суды итеріп кіргізіп жіберді. Назарларыңызға рахмет.